Жетістіктерге қысқаша тоқталып кететін болсақ, біздерде өткен шақ және осы шақ және бұйрық шақ бар. Өткен шақ біздерде мады деп аталады. Бұл жерде мысалға дороба деген сөзді алсақ, ұрды деген сөз, мысалға ол кеше ұруы мүмкін, болмаса бір жыл бұрын ұруы мүмкін. Бұл болашақта болған жетістік. Екіншісі біздерде мудори. Бұл жерде біздерде осы шақ ядрибу, ұрып жатыр. Я болмаса болашақты білдіреді, ұрады деген. Және де бұйрық шақ, ұр, идриб деп айтасыз. Сол секілді біздерде жәләсә, яжлису, иджлис. Отырды, отырып жатыр, отыр. Және де зәһәбә, езһәбу, изһәб. Барды, барып жатыр, болмаса бара жатыр, барады. Және де әмірі бар. Және де соңғы біздерде маздар деген сөздің түбірі, мысалға зәһәбә, езһәбу, изһәб деп болашақты және де осы шақты әмір жағын айтсақ, енді біздерде маздар сөздің түбірі. Зәһәбун және де жәләсә, яжлису, иджлис, жүлус деген біздерде маздар. Және де дороба, ядрибу, идриб, дорбун біздерде маздар. Ұру деген. Бұл уақытқа ешқандай қатысы жоқ. Хаддада, юхаддиду, хаддид, тахдидун, белгілеу. Таманна, ятаманна, таманна, таманниюн, тілеу. Фариха, яфраху, ифрах, фарахун, қуану. Қада, яқди, иқди, қадаун, уақыт өткізу. Истамарра, ястамирру, истамир, истимрарун, жалғастыру. Истата'a, ястати'у, истати', истита'атун, шамасы келу. Тәржәмә, ютәржиму, тәржим, тәржәмәтун, аудару. А'лама, ю'лиму, а'лим, и'лам, үйрену. Тақалла, ятақалла, тақалла, тақаллиюн, қабыл алу. Зара, язуру, зур, зияратун, зиярат ету. Саида, ясаду, исад, саадатун, бақытты болу. Ра'a, яра, ру'ятун, көру, байқау. Иштақ, яштақу, иштақ, иштияқун, қатты қалау. Асра'a, юсри'у, асри', исрa'ун, асығу. Акрама, юкриму, акрим, икрамун, құрмет көрсету. Қосса, яқуссу, қусса, қуссун, әңгімелеп беру. Иштахара, яштахиру, иштахир, иштихарун, танымал болу. Истәзәнә, ястәзину, истәзин, истизанун, рұқсат сұрау. Әхбара, юхбиру, әхбир, ихбарун, хабар беру. Шауа, яшуи, ишуи, шауюн, қуру. Дәптерлеріңізге дәл осы мысалдағыдай көшіріп жазып алыңыздар.